Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін бір жасағаннан дәмі өте ерекше керемет болып шығатын орама ханымның рецептімен бөлісетін боламын. Достар, бізге ең алдымен 150 грамм суымыз қажет болады. Оның үстіне бір шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де осы суымызды дайын басқа ыдысымызға құйып алып, үстіне қажетінше ұнымызды сала отырып, жақсылап қамыр илеп алатын боламыз. Қатты қылып қоймаңыздар, жұмсақ та қылып қоймаңыздар. Орташа көлемдегі қамыр илеп алатын боламыз. Достар, каналға тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Алда дәмді рецепттермен бөлісіп отыратын боламын сіздермен. Орта көлемдегі қатты қылмаңыздар, қамырымызды илеп алдым. Мінекей, енді кезекте мен жарты сағатқа міндетті түрде пакетпен салып тұндырып қоямын. Мінекей достар, енді кезекте менде 5 шормақтан қалып кеткен майлы еттер, бұл жерде піскен ет, яғни мен отбасы майлы жемейді көп, сол себепті осылай қалып кете береді. Сырап болмасын деп орамаға қосып тастап жатырмын. Мінекей достар, дәл осы видеодағыдай майдалап турап алыңыздар барлығында. Мінекей достар, барлығын осылай дайындап алыңыздар. Енді кезекте мен осы піскен майлы еттеріме 4 дана картошкамды, 2 бас пиязымды барлығында кубиктап турап араластырып алдым. Достар, мұнда инстаграм парақшам бар. Ол жақта да мен әртүрлі рецепттермен бөлісемін. Және де күнделікті сториста мен осы инстаграм парақшамдамын. Кіріп қарап шықсаңыздар болады. Мінекей достар, видеодағыдай дәл осылай кубиктап турап алыңыздар, майдалап барлығында. Мінекей, енді кезекте осы салмаларымызды жаңағы дайындап турап қойған етімізбен араластырып аламыз. Жақсылап. Мінекей, енді кезекте қызыл бұрышымды, татымына қарай қара бұрышымды, тұзымды салып шықтым. Басқа ешқандай да приправа қолданған жоқпын. Мінекей достар, енді кезекте аздап тұзымды салып алдым. Барлығын жақсылап араластырыңыздар. Достар, менде үйде холодильникте кішкене капуста қалып кеткен екен, яғни пекинский капуста. Оны да сырап болмасын деп аздап майдалап турап бетіне салып салдым. Басқа ешқандай затқа қолданбайтын болғандықтан осы орамаға салып жібердім. Мінекей достар, оны да барлығын жақсылап араластырып алыңыздар. Үстіне жаңағы енді кезекте қамырымызды 3 бөлікке бөліп мен дуала жасап қойдым. Тағы да бір 10 минутқа тұндырып қоятын боламыз қамырымызды. Июі қанып, жайылуы да өте керемет болып шығады. Мінекей достар, енді кезекте осы қамырларымызды жайып аламыз. Июі қанып, жақсы иленген қамырдың жайылуы да өте жақсы болады, қыздар. Міндетті түрде қамырларыңызды асықпай июін қандырып алыңыздар. Дәл осылай видеодағыдай екі бетіне қарай отырып формасын шығарып алдық. Енді осылай жая беріңіздер. Достар, осы тұмар қамырлардың рецептімен YouTube каналымда бар, қарап көріп шықсаңыздар болады. Содан соң, қыздар, осы ораманың қамыры басқа 5 шормақтың қамырларына қарағанда мүлде басқаша болады, қыздар. Қалай жұп-жұқа қылып жаясыздар. Өте жұп-жұқа болуы шарт. Мінекей, майды осылай барлық жеріне тигізіп жағып шығыңыздар. Оның үстіне жаңағы дайындап қойған салмамызды салып түйіп алатын боламыз. Яғни орап аласыздар. Мен 3 бөлікке бөліп алдым. Яғни көз мөлшермен есептеп, барлығында осылай үстіне бір келке етіп салып шығыңыздар.
Достар, мен Instagram парақшама тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен алдағы уақытта керемет дәмді рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей достар, дәл осылай видеодағыдай орап, манты қазанымызды майлап, үстіне жақсылап орналастырып шығыңыздар. Менде барлығы 3 дана шықты. Мінекей, енді 45 минутқа қайнап тұрған суымызда пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, өте қамыры да жұп-жұқа, дәмі ерекше болып шығатын менің орамаларым дайын. Үйлеріңізде піскен дайын еттер осылай қалып кетіп жатса, орама жасап беріңіздер. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.